Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, дәруменге толы, мерекелік дастарханымыздың сәнін келтіретін кереметтей анар білезік салатын әзірлейміз. Бізге салатымызға қажетті заттарымыз: тауығымыздың төс еті қажет, және картопымыз қажет, сәбізіміз, жұмыртқамыз, жаңғағымыз, қызылшамыз, анарымыз және майонезіміз қажет. Ең алдымен тауығымыздың төс етін пісіріп аламыз. Пісіріп алған тауығымыздың төс етін төрт-бүріштетіп, майдалап, біркелкі қылып турап дайындап аламыз. Екінші, жаңғағымызды да майдалап турап алсаңыздар болады, немесе асығыс болсаңыздар блендерден майда қылып өткізуге де болады. Мен жаңғағымды турап дайындап алдым, біркелкі қылып. Пісіріп дайындап алған картопымызды теркамыздың үлкен жағынан біркелкі қылып өткізіп аламыз. Пісіріп дайындап алған жұмыртқамызды да теркамыздан өткізіп аламыз біркелкі қылып. Құрамына не қосқаным, салатымыздың қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Пісіріп дайындап алған сәбізімізді де теркамыздың үлкен жағынан біркелкі қылып өткізіп аламыз. Біркелкі қылып өткізсеңіздер, салаттарымыз әдемі көрінеді. Қызылшамызды да теркамыздың үлкен жағынан барлығын өткізіп, алдын ала дайындап аламыз. Өте дәмді болып шығады бұл салат. Салатымызға қажетті заттарымыздың барлығын пісіріп, турап, дайындап алдық. Тауығымыздың төс етін осылай төрт-бүріштетіп турап алдым. Пісіріп дайындап алған картопымызды, сәбізімізді, қызылшамызды да бірте қылып теркамыздан өткіздік. Және жаңғағымды турап алдым. Жұмыртқамызды да теркамыздан өткізіп алдық. Бізге салатымыздың заттарын бәрін дайындап алдық. Енді салатымызды жинаймыз. Анар білезік салатын жасау үшін тарелкамызға үстіне бокалымызды қоямыз, формасын келтіру үшін. Дайындап алған картопымызды шет-шетіне салып шығамыз. Картопымызды салып, қасығымызбен туралап, дұрыстап аламыз. Ең бірінші картопымызды саламыз. Үстіне сәл-сәл тұз саламыз. Тұзымызды салып, үстіне майонезімізді жағып, бір шетін сәл ғана кесіп бар майонезімізді. Осылай майонезімізді жағып, қасығымызбен түзулеп шығамыз. Осылай түзулеп алдым. Екінші, тауығымыздың төс етін турап алған. Біркелкі қылып барлық шетіне салып шығамыз. Тауықтың еті емес, бұл жерде еттің өзін ғана пайдалансаңыздар да өте дәмді болып шығады салатымыз. Осылай салып, тауығымыздың төс етін туралап аламыз қасығымызбен біркелкі қылып. Тауығымыздың төс етін мен тұз қосып қайнатқаннан кейін тұз қоспадым. Майонезімізді жағып, қасығымызбен түзулеп, майонезімізді біркелкі қылып барлық шетіне жағып аламыз. Майонез көп қоспаңыздар, аз-аздан. Үшінші, жұмыртқамызды саламыз. Теркадан өткізіп алған. Барлық шетіне сала отыра, енді біркелкі қылып, сәл-сәл тұз сеуіп тұрыңыздар. Осылай біркелкі қылып дұрыстап алып, енді майонезімізді жұмыртқадан кейін жағып, қасығымызбен біркелкі қылып жағып аламыз тағы да. Жаңғағымызды езіп алған. Қолымызбен сеуіп шығыңыздар барлық шетіне. Жаңғағымызды салғаннан кейін қасықпен түзулемей, майонезімізді жағып, тұзды қоспадық бұл кезде. Бірдеңе қолымызбен сәбізімізді салып шығамыз. Барлық шетіне салыңыздар сәбізді. Біркелкі қылып салып, қасығымызбен түзулеп аламыз. Осылай жинай отыра. Осылай қасығымен түзулеп алып, майонезімізді барлық шетіне жағып шығамыз. Қасығымызбен түзулеп, тұзымызды сеуіп, біркелкі қылып, енді
теркадан өткізіп дайындап алған қызылшамызды қолымызбен барлық шетіне, қолыңызбен істеңіздер, немесе шашылып кетуі мүмкін. Барлық шетіне қызылшамызды бір келкі қылып салып шығамыз. Осылай салып, қасығымызбен туралап аламыз. Қасығымызбен туралап, барлық шетін бірдей қылып, үстіне майонезімізді көптеу қылып жағыңыздар. Бұл кезде тұзымызды сеуіп, үстіне бір келкі қылып майонезімізді барлық шетіне жағып түзулеп аламыз. Осылай түзулеп алдық. Енді анарымызды тазалап алып, осылай бір келкі қылып барлық шетіне сеуіп шығамыз. Осымен керемет анар салатымыз дайын. Енді ортасындағы бокалымызды айналдыра отыра асықпай жайлап аламыз. Формасын құртып алмай. Бокалымызды алдық. Осымен керемет анар білезік салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы заттармен жасалады. Майонез қосқанды қаламасаңыздар, қаймақ қосуға болады. Міндетті түрде жасап беріңіздер, барлық жанның көңілінен шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.